Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада күнделікті өміріңізге қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздерге Mindaly.kz сайты арқылы балаңызды тегін немесе ақылы түрде қосымша үйірмелерге жазудың жолын көрсетемін. Ол үшін бізге бірінші справка керек, оны біз Егов мобайл телефондағы қосымшасынан ала аламыз. Қосымшамызға кіреміз, осы жерден услуги деген жерден здравоохранение явный денсаулықты таңдаймыз. Оны басқаннан кейін 027 анықтаманы таңдаймыз. Ол үшін біз өзімізге емес, баламызға дегенді таңдаймыз. Осы жерден списокқа кіріп, қай балаңызға керек, соны таңдайсыз. Және де продолжить деген кнопканы басасыз. Қол қоямыз өзіміздің 4 таңбалы санымызбен, және де справканың анықтаманың қазақша немесе орысша түрі бар, соны таңдап көшіріп аласыз. Үстідегі стрелка арқылы қай жерге сақтағыңыз келеді телефонда, сол жерге жаңағы анықтаманы сақтап қоясыз. Және де қосымша баланың 3/4 фотосы керек. Және де телефоныңызда edu24.kz қосымшасы болу керек. Және де телефоныңызда edu24.kz деген қосымша болу керек. Бұл бізге SMS хабарлама келгенде қажет болады. Енді Mindaly24.kz деген сайтты ашамыз. Осы жерден жоғарғы жерде қазақша немесе орысша сізге қай тілде ыңғайлы, соны таңдап аласыз. Және де сол жақтағы 3 сызықшаны ашып, секция, кружки и занятия дегенді басасыз. Басқан кезде бізде парақшамыз ашылады. Ол жерде тізім бойынша немесе карта, посмотреть на карте деген жерді басып, карта арқылы кружоктардың мекен-жайларын қарауға болады. Расширение поиск деген кнопканы басу арқылы өзімізге қажетті үйірмелердің тізімін ашуымызға болады. Мысалға мен оны ашып, өзіме керекті жерлердің барлығына белгі қойып, баламды қай тізімге жазу керектігін қарастырып белгілеп алдым. Белгі қойып болғаннан кейін применить деген кнопканы басасыз, және де осындай сізге қажетті парақша ашылады. Бұл жерде егер де записаться деген сөз көкпен жанып тұрса, демек ол жерде орын бар деген сөз. Балаңыздың жасына қарай записаться деп уақытын таңдайсыз, және де продолжить деп басқаннан кейін подать заявление деген бар. Я принимаю условия деген жерге галочка қоясыз да, осы жерден телефон номеріңізді жазасыз. Индигодағы сол кезде сізге 4 таңбалы код келеді, соны осы жерге енгізесіз. Бұны енгізгеннен кейін мына жерде өзіңіздің иініңізді жазасыз. Иінді жазып болғаннан кейін проверить иін деген кнопканы басасыз. Сізге 1414-тен хабарлама келеді. Хабарлама келеді, келгеннен кейін оны ашасыз да сол жерде жауап бересіз. Егер де келісім берсеңіз 511 деген санды, егер де келісім бермесеңіз 512 деген санды жазасыз. Мен келісім беріп 511 деген жауапты жаздым. Қайтадан Mindaly сайтына кіреміз. Осы жерден екінші рет проверить иін деп басқан кезде сіздің аты жөніңіз шығу керек. Келесі тура осылай баланың иінін жазып проверить иін деп басамыз. Жаңағыдай 1414-тен бізге хабарлама келеді, 511 деп жауап береміз. Содан кейін проверить иін дегенді басамыз, баланың аты жөні шығу керек. Келесі адрес проживания жазамыз. Яғни Астана қаласы бойынша көшеңізді және де пәтеріңізді жазсаңыз болады. Келесі бізде жаңағы 3/4 фотомызды тіркейміз. Выбрать файл деп телефонымызда сақталған фотоны көшіреміз. Оны көшіріп болғаннан кейін Егов мобайл қосымшасынан алған өзіміздің 027 анықтамамызды тіркейміз. Және де ары қарай продолжить деген кнопканы басамыз. Сіздерде ваше заявление успешно зарегистрировано деген сөз шығу керек. Керекті үйірмеге қол қойылып, балаңыз қабылданғаннан кейін сол үйірмеге хабарласасыз және қай уақыттан бастап қабылданып баруына болатынын шешіп аласыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің таныстарыңызбен видеомен бөлісіп қойыңыздар.